Жалпы жиі кездесетін сұрақтардың біреусі, оған бірнеше рет жауап та бергенбіз, бірақ қаншаны жауап беріп кетуді дұрыс көріп отырмыз. Мына түске байланысты. Біреулер сондай түс көреміз дейді, мазасыз, жаман түстер. Соны не істейміз деген сияқты. Өткенде бір көлікте кетіп барсақ, бір кісі түсті жори аласыз ба дейді. Неге сұрадыңыз десем, мен бір түс көрдім дейді. Сосын мен айтадым, жалпы түс туралы пайғамбар айтқан, жақсы түс көрсең айтасың, жаман түс көрсең айтпайсың десем. Онда мен айтып берейін, жақсы ма жаман ба айтып беріңізші дейді. Түсінің жақсы жаманын мен ажыратуым керек болғандай сияқты. Кейін тыңдасам, жақсы түс емес. Оған не айтасың? Сосын жалпы түске байланысты келген кезде, енді ол жақсы түс бола ма, жаман түс бола ма, кейбір түстер анық болады, анық болады. Кейін соны орындалған көрген кезінде де дәлме-дәл тура сондай болып шыға келеді. Орындалған көрген кезінде тура сол айтқандай, жаңағы жолыққан кісіңдей, көргеніңдей, барған жеріңдей, ұстаған затыңдай, дәмін көргендей болып тура шыға келетін болады. Енді бір түстер болады, анық болмайды, бірақ жақсы, жүрегің қуанады. Қуанышты түстер болады. Енді бір түстер болады, анық жаман түстер болады, кәдімгідей шыныменде аттан құлап аяғың сынып жатады деген сияқты, тура сондай болмаса, көлікпен аударылып жатасың ба, дәлме-дәл болып жатады. Ондайлар кездеседі. Және кейбір түстер бар, біз көреміз, мазамыз кетеді, бірақ анықтай алмаймыз. Жақсы ма, жаман ба, ол түсті біз ажыратуға шамамыз жетпейді. Ондай түстер болады. Бұл түстерге келген кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалпы хадисі бар. Жақсы жаман түс ажыратқанда білдіңіздер ғой, бір түс анық жаман екенін біліп тұрасың. Аяғың сынып жата ма, аударылып жатасың ба, жоқ бірдеңе бола ма, бір ұрыс керіс болып жата ма, сондайды бір анық көріп жатасың. Болмаса бір түстер бар, сен түсінбейсің, тұрасың, есіңнен шығып кетуі мүмкін, бірақ жүрегің бір мазасыз күйде кешеді. Бір қорқыныш, бір уайым, бір жамандық күтіп тұрғандай боласың. Бұл жаман түстердің қатарына кіре береді. Жақсы түстегеніміз не анық көресің, не болмаса нақты білмейсің, бірақ жүрегің қуанышты. Бір жақсы белгі қалдырып кетеді. Онда болған кезде ол жақсы түстің қатарына кіреді екен. Ал түске байланысты бұндай сұрақтар айтатынымыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі баршамызға жеткілікті болады. Аруял хасанату миналлахи, жақсы түс ол Алладан дейді. Жақсы түс ол Алладан болады дейді. Файдара ахадукум ма юхиббу фала юхаддис бихи илля ман юхибб дейді. Егер кімде-кім бір ұнататын түс көрсе дейді, оны тек қана ұнататын адамға ғана айтсын деген. Жақсы көретін адамына қана айтсын деп келген. Бұл жақсы көретін адамдардың қатарына сонымен қатар адам көбінесе жақсы адам жақсы көреді, жаман адам жақсы көре алмайды еш уақыт. Өсекші, өтірікші, аманатқа қиянат қылатын, сөзінде тұрмайтын, әрқашан жамандық ойлайтын адамға біреу дос болуы мүмкін. Не одан келетін пайда үшін, не одан келетін зияннан сақтану үшін ғана. Әйтпесе жаман адаммен ешкім дос болғысы келмейді өзі. Енді жақсы адам деп отқан бұл жерде сондай адам, ол біреуге Құдайдың келтірген жақсылығын қызғанбайтын адам. Қызғанбайды. Егер біреу бір жақсыға кетіп барса, оның одан сайын жетілгенін, оның өскен-өнгенін, оның бақытты болғанын қалайтын адамдардың бірі болады. Сондықтан кімде-кім бір түс көретін болса, оны жақсы түс көрсе, оны тек қана жақсы көретін адамына айтсын дейді. Юсуф алейхиссалам өзінің әкесінен айтатын, барып. Енді айтады: "Уайдар ара ма якраху фалятауаз биллах мин шарриха ва мин шарри шайтан." Енді кімде-кім бір жаман түс көретін болса дейді, онда Алладан пана сұрасын дейді. Ол түстің жамандығынан және шайтанның жамандығынан. Валятфул саласан вала юхаддис биха ахадан. Және 3 рет түкірсін дейді. Және ол түсті ешкімге айтпасын. Фа иннаха лан тадурраху дейді. Сонда ол түс оған ешқашан зиян бермейді. Ол түстен оған зиян келмейді. Ол түс орындалмай қалатын болады екен. Сондықтан түстің алдында көріп отқан нәрсеміз жақсы түс болады. Оны жақсы көретін адамға айтсақ болады, болмаса жоқ болса айтпай қойсақ болады тура сол кезде. Енді бір жаман түс болады, оны көрсек ол шайтаннан, онда біздің істейтін ісіміз ол түстің жамандығынан сақтасын деп Аллахқа сыйынуымыз керек, шайтанның жамандығынан Аллах сақтасын деп сыйынуымыз керек, және 3 рет түкіруіміз керек сол жаққа. Жай түкірген кезде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп түкірік шығармай сол жаққа түкіреді екенбіз. Және оны ешкімге айтпайды екен, сонда ол түс зиян бермейді. Ол жаман түс бізге зиян бермейді екен. Ол түсімізде көрген нәрсе өмірімізде орындалмайтын болады Аллахтың қалауыменен.